Ассалаумағалейкум, қайырлы күн достар, қалайсыздар? ұбт тест талдау 5-ші сұраққа жеттік. 2021 жылғы нұсқа. 18-ші ғасырдың басында қазақ қоғамын тұтастығын қамтамасыз етіп, елді сыртқы жаудан қорғаған хан дейді. Жауаптар: Хақназар, Қасым, Тәуке, Есім, Тәуекел. Жалпы енді ұбт-та хандарды білу маңызды. Мысалы ретінде 1511-1518 жылдар аралығында Қасым хан биледі, ең ұзақ Хақназар 40 жыл биледі деген секілді жауаптарды білулеріңіз маңыздырақ, иә. Енді қараңыздар, жалпы қазақ хандары туралы мәліметтерді келтіреміз. Одан кейін бұл жерде маңызды білу керек нәрсе, 18-ші ғасырдың уақытын, яғни хронологиялық уақытын білу маңыздырақ. Мысал ретінде келтірейік. 18 деп берілсе, 18-ші ғасыр деп берілсе, демек ол 1700-ші жылдар. 1700 бен 1800-дің арасы. 19-ші ғасыр десе, 1800, яғни бір сан артқа жылжытасыз да, сол ғасыр, яғни сол жылдарды айтасыз. Мысал ретінде 21-ші ғасыр деп айтамыз, бірақ қазір 2022 жыл, иә. Мысал ретінде, бірақ 21-ші ғасыр. Яғни 18-ші ғасыр дегеніміз шамамен 1700-ші жылдың басы, 1710, 1715, 1720 дейтін нәрсе. Ол біздің 18-ші ғасырдың басы есептеледі. Ал 18-ші ғасырдың жартысында десе, демек 1750 жыл деген сияқты ғой, иә. Одан қатты көп проблема жоқ шығар. Бірақ егер түсініксіз болса, егер де 18-ші ғасыр деп айтса, ол бізде хронология бойынша 1700-ші жылмен, 1700 жылмен 1800-дің арасы. Түсінікті ғой, иә? Ал енді қараңыздар. Ал 19-ші ғасыр десе, 1800-ден 19-ші ғасыр деп айтса, ол бізде 1800-ден 1900-ші жылға дейінгі аралық. Уже 1900-дан арғалай 20-ші ғасыр болады. 2000-нан арғалай 21-ші ғасыр болып есептеледі, иә. Түсінікті, иә? Одан кейін кеттік, қазақ хандары туралы мәліметтер келтірейік. Жалпы қазақ хандығының ханы, ол қазақ хандығының басшысы, әскери қолбасшысы. Түсінікті, иә? Бұл жағынан проблема жоқ. Жалпы жүгіну формасы ұлы мәртебелі, яғни егер сіз ханның алдына барсаңыз, осы атауды айту міндеттісіз. Одан кейін алғашқы ханымыз Керей хан 1465 жылы билікке келді, 1474 жылы дүниеден өтті. Соңғы ханымыз Кенесары хан, жалпы ыдыратылды 1847 жылы. Жалпы енді кеттік, хандар туралы әуелі мәліметтер келтірейік, одан кейін сұраққа көшеміз. Жалпы қазақ хандығының барлығы Шыңғыс хан ұрпақтары, яғни төре руынан болады, иә, білесіздер, иә. Осы уақытқа қандай мынандай бір мақал бар ғой, жердің бетіндегісіне билеушісі төре болса, астындағысынікі қожалары деген, иә. Қазақ хандығы өз заманында ең қуатты елдердің бірі болды. Қасым хан тұсында әскерін 300 мыңға жетсе, Есім хан тұсында 400 мыңға жеткен болатын. Жалпы хандарымыз саясатпен, заңмен, соғыспен айналысқан. Одан бөлек яғни халықтың бірлігін сақтауға айналысқан, иә. Жалпы енді одан кейін хандарымыз жерленген жерлері туралы мәліметтер келтірілген. Мысалы ретінде Қасым хан Сарайшық қаласында жерленген болса, Есім ханымыз Қожа Ахмет Яссауи кесенесінде жерленген туралы. Енді қараңыздар, мына жерде өте күшті сурет бар. Яғни қазақ хандығының құрылу дәуірінде хандардың түсін көк түспен белгілеп қойған. Одан кейін ханаралық дәуірді сары түспен белгілеп қойған, өркендеу дәуірін жасыл түспен белгілеп қойған, яғни өркендеу дәуірінде осындай хандар болған. Одан кейін жоңғар шапқыншылығы дәуіріндегі хандарды қызыл түспен, атырау дәуіріндегі хандардың түсін қоңыр түспен белгілеген екен, иә. Енді қараңыздар, жалпы 20-ға жуық ханымызды белгілеген. Енді осы жерден жауаптарды тізіп тастап отырамыз. Хақназар хан бізде өркендеу дәуірінде болды, иә. 42 жыл, яғни 1838-1580 жылдар аралығында өмір сүрді. Демек ол бізде 18-ші ғасыр, яғни 1700 жылдың жылдары атпайды. Жауаптан несейміз, тастаймыз. Одан кейін Қасым хан мана айтып кеттік, иә. 1511, 1518, енді мына жерде 1521 деп келген екен. Жалпы кейбір кітап деректерінде 1511, 1518 деп келеді, немесе 18-дің жанында 21 дегенде жауаптар болады, иә. Демек бұл да бізде 18-ші ғасырдың басы емес. 18-ші ғасырдың басы шамамен 1700 жылдардан, 1700 плюс қой, бір сөз айтқан кезде. Одан кейін Тәуке хан. Міне Тәуке хан бізде 1680-1715. Демек бізге жауап ретінде келеді екен, иә. 1715, яғни 1680 жылдан бастап билеген, 1715, яғни бұны қалай айтамыз? 17-ші ғасырдың соңынан бастады, 18-ші ғасырдың басына дейін билік етті. Демек жауап ретінде келіп тұр. Яғни көріп тұрсыздар, иә. Одан кейін міне Тәуке ханымыз. Көрдіңіздер, 35 жыл билік еткен, иә. Тәуке ханның 7 жарғысы, мана айтып кеткеніміздей.
Одан кейін Есім хан. Есім хан 1598-1628. Бұл да бізде 17-ші ғасыр емес, бұл өркениет дәуіріміз. Жылдарына деген хронологиясына деген көрсетіп қойған екен, иә. Демек жауаптан тастаймыз. Одан кейін соңғысы Тәуекел хан. 1582-1598, 16 жыл билік еткен екен. Ол да жауап ретінде келмейді. Жақсы, құрметті достар, егер сұрақтар болса, комментарий қалдырып кетіңіздер. Байланыс нөмірлері описаниеде көрсетілген. Лайк басып, достарына таратыңыздар.